Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: алтын допқа үміткерлер кімдер? Жюль Кунде Барселонадан кетпекші. 13-ші сектор арнасы күнделікті сіздерге футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Достар, сондықтан да дәл қазір тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз бүгінгі жаңалықтарымызды бастайық, кеттік. Арда Гюллер деген талантты түріктің ойыншысы бар. Түріктің Месси дегенде атағы бар бұл жігіттің. Жақында ғана Реал Мадрид клубына келген еді, бірақ та Реал Мадридта оған керекті ойын уақытын беріп жатқан жоқ Карло Анчелотти. Және де Реал Мадридтің басшылары, бапкерлері бәрі ақылдаса отырып, Арда Гюллерді жалға беру керек деген шешім қабылдаған екен. Шынымен де ойын уақыт керек, және де жалға бергенде кез келген клубқа емес, ол міндетті түрде негізгі құрамда ойнайтын клубқа беруіміз керек. Яғни ортаңқол клубтарға берілгені дұрыс деп санайды. Себебі ойын тәжірибесін ары қарай тоқтатпай дамытып отыру керек, және де физикалық тұрғыда оны күшейтуіміз керек деген шешімге келген екен. Жалпы осы маусымның соңына дейін Арда Гюллердің физикалық жағына көңіл бөлетін болады. Физикалық жағын күшейткісі келеді. Одан кейін ойын уақытын беру үшін жалға беретін болады. Жалпы Арда Гюллерді ақырында 1-2 жылда топ қып жасап шыққысы келеді Реал Мадрид клубы. Негізінде өте талантты ойыншы екені көрініп ақ тұр. Негізінде енді жәнегі керекті нәрселермен жұмыс жасап жіберсе, осы маусымның соңына дейін физикалық тұрғыда кішкене болсын күшейтіп қоятын болса, келесі маусымда жалға берсе, одан кейінгі маусымда Реал Мадридта тағы да бір топ ойыншы дайын деген сөз. Барселонадан Хави Эрнандес кетемін деп ресми сұхбат берді, ақпараттарды жеткізді. Және де осыған байланысты тілшілер Хави Эрнандестің қалғанын қалайтынын жеткізіп жатыр қазіргі таңда. Егер де Хави Эрнандес қалу үшін Барселона қандай да бір жетістікке жету керек, не істеу керек деген сұрақты қойды тілші Хави Эрнандеске. Бірақ та Хави Эрнандестің жауабы кері болды. Мен Барселонада қандай жағдайда да қалмаймын. Бірақ та осы маусымда қандай да бір жетістікке жетуге тырысатын боламыз. Ойыншылары бар, мен бар, басшылары бар, бәріміз қандай да бір жетістікке жетуге тырысамыз. Мен кеткен күннің өзінде де Барсаның әлбетте жоғары деңгейде жүргенін қалаймын, сондықтан да осы маусымда да барымды салатын боламын, маусым аяқталғанша, деді Хави. Және де Хавидің бір сұхбатында айтылған екен, біздің арамызда сатқын бар деп. Неге десеңіздер, тек қана ойыншылар, тек қана бапкерлер, клуб қана білуі керек ақпарат қандай да бір жағдаймен сыртта жүреді. Медиалар, басылымдар айтып жатады, тек қана біз білетін ақпараттар сыртта жүреді. Неге? Демек, ойыншылардың біреуі жеткізіп жатыр, немесе бапкерлік штабтан, немесе жалпы клубта біреу журналистерге, тілшілерге біздің іштегі ғана ақпараттарды сыртқа жайдырып жатыр. Соның кім екенін тапқым келеді, білгім келеді, деді. Хавидің өзі тілшілерге хабарласып, тігінен қойған екен сұрақты. Сізге ақпараттарды кімдер беріп жатыр, кім беріп жатыр деп. Бірақ та тілшілердің ешқайсысы айтпаған екен. Осыны білгісі келеді. Неге олай жасап жүр? Ойыншы болса да, кім болса да, осыны білгім келеді деген екен. Шынымен де жалпы Барселона ішінен бұзылып жатқан сияқты. Негізі басылымдар, медиалар клубты болсын, бапкерді болсын, ойыншыны болсын сындырып тастайтын құрал. Сондықтан да кейбір ақпараттар тілшілерге жетпегені жақсы. Осындай ақпараттар сыртқа тарап кеткен кезде психологиялық тұрғыда клуб әлсіреп кетеді. Клуб болсын, бапкердің жеке басы болсын, жеке ойыншы болса да сындырып тастайды. Сондықтан да осындай ақпараттар сыртқа шықпаса екен деген тілекте Хави. Және де бұл ақпараттарды кім сыртқа шығарып жүр, соны білгім келеді деген сұхбат берді. Бірақ та қандай жағдайда да мен Барселонада қалмаймын, осы маусымнан кейін кетемін, маған жалпы клубқа үзіліс керек, деді. Челси клубы жақсы ойыншыларды аулауға жорыққа шықты. Бірінші жорығы Наполи Барсаның ойыны Чемпиондар лигасындағы. Осы ойынға Челси бірнеше скауттарын жіберген екен. Ол жердегі қаралатын ойыншылар Виктор Осимхен және де Жюль Кунде. Виктор Осимхенға енді Челси ғана таласып жатқан жоқ, Пари Сен-Жермен алғысы келеді. Одан да бөлек бірнеше клубтар бар. Енді Виктор Осимхен жоқ жерден бір гол салды, және де Челсидің көзіне тағы да түсе білді деп ойлаймыз. Челсида
Виктор Осимхенден бөлек бірнеше шабуылшылар бар тізімдерінде. Тағы да бір негізгі қарайық деп барған ойыншысы ол Жюль Кунде екен. Жюль Кунде өте керемет ойын көрсеткен жоқ, топ деңгейдегі ойын көрсеткен жоқ, бірақ та жақсы ойын көрсете білді. Не дегенмен де Жюль Кунде өте сәтті жайғасады, өте сәтті келеді біздің клубқа деп санайды Челсидің скауттары, және де қалай да сатып алғысы келеді. Ал Барселонаның да Жюль Кундені сатуға дайын екендерін жеткізген. Қаржылық фейерплейларға байланысты, қаржылық қиындықтарға байланысты Жюль Кундені сатуға дайын. Кунде енді ол ойында Кваратскелиға өте көп қиындықтар туғызды. Кваратскелиді ойнатпай тастады, және де Кваратскели Наполидің сапындағы ең алғашқы ауысу болып алаңнан шығып кетті. Бапкермен де қазір дұрыс емес дейді, соның кесірінен. Бәрінің кесірі Жюль Кунде. Жюль Кунде сияқты ойыншы Челсиға әлбетте керек, және де ары қарай бақыламақ. Ыңғайы келсе, жақын арада Барселонаға ұсыныс жіберетін болады Челси клубы Жюль Кундені алуы үшін. Алтын доп тақырыбы қазірден бастап қозғалып жатыр, және де бұл жолы алтын допты ағылшындықтар алады дейді. Аргентиналық Месси емес, біз үйреніп қалғандай ағылшындық ойыншылар алады деген болжамдар шығып жатыр. Нақтырақ айтатын болсақ, бұл жолы алтын допқа таласатын екі ағылшындық ойыншы бар. Оның бірі Харри Кейн, екіншісі Жуд Беллингем деген ақпараттар да бар. Харри Кейнге тоқталатын болсақ, Харри Кейн Бундеслигада үйрену керек, уақыт керек деген нәрсені қамтыған жоқ. Бірден келді де ойнап кетті, және де Роберт Левандовскийдің үздік кезіндегі салған голдарымен бірдей голдарды салып тастады Баварияның сапында бірінші маусымда ақ. Енді Бавария клубының жағдайы қалай деп қарауға болады. Бавария клубы кубок алмаса, Харри Кейннің алтын допты алуы екіталай. Кубоксыз алтын доп алу деген өте қиын жағдай. Ал енді осы мәселелердің бәріне қарай отыра, Баварияның қазіргі жағдайларына қарай отырып, енді негізгі алтын допты алатын ойыншы ол Жуд Беллингем деп санап жатыр жалпы сарапшылар. Енді Жуд Беллингем қазіргі таңда өте тамаша ойын көрсетті. Реал Мадридқа келіп, ол шабуылшы болмаса да голдың бәрін біразын соғып тастады. Соның голының арқасында Реал Мадрид өте үлкен ұпай жинады, және де қазір жарақаттан айығып алаңға шығуға дайын Жуд Беллингем. Сондықтан да Харри Кейнге қарағанда қазіргі таңда сарапшылармен бізде қосыламыз, Жуд Беллингем алуға жақын алтын допты. Бірақ та бұл жерде неге Килиан Мбаппені сызып тастаймыз, неге Эрлинг Холландты сызып тастаймыз? Оларды сызып тастау өте қиын сияқты, меніңше оларда да мүмкіндік өте жоғары. Сіздердің ойларыңызша келесі алтын допты кім алуы мүмкін? Өз ойларыңызды пікірге қалдыра кетсеңіздер болады. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.